Ассаляму алейкум, урметли телесерджилер, сізмеле телеканалда хаберлер информацион программасыны сейретесіңіз. Студияда мен Лили Виджат Чалышан бүгін бөле мәлуметлар ақында тариф етеміз. Қырым парламентінің елбасшысы Владимир Константинов референдум кечірілуінің саяси укуқи темели ақында тариф етті. Қырым Мөлдеслік педагогика университетінде ось ишыны буюк ихтисади феза шекілінуінде мили ихтисади системаларының инкишафы адлы учунжи халқара конференция башланды. Мы рассматриваем Крым как и все экономическое сообщество, научное сообщество, как одну из точек роста социально-экономического развития страны, прежде всего за счет туристско-рекреационных ресурсов. Қырымда миллет РФГ адлы хайрия акциясы девам етмекте. Sağ olun size, çok sağ olun bana bu şey için katla pek қуанажақлар. Бүгін Ахмеджит районының Қашық Дегірмен көңде Совет бірлігінің қараманы Узир Абдурамановның 101 елғына бағышланған мерасімлер олып кечті. Видно, он родился вот ради людей. Всегда он все, что мог, всегда людям помогал. Русия Авропа Шурасының парламент ассамблеясы ішінде толу шекілде иштирак етуде исрар ете. Қаршы алда Авропа Шурасындан чықу фақта меселе көтеріле біле де білдірді халқара ішлер бойынша Федерация Шурасы комитетінің башы Владимир Лукин. Яқында Мадрид шәрінде олып кечкен Авропа Шурасының даими комитеті топлашығында біз өз дүния бақышымызны ифаде еттік. О ачық айдын ве Русия Авропа Шурасының азасы олмақнен бір сырада Авропа Шурасының парламент ассамблеясы теркібінде çalışmaға ақылға ятмаға шейдер, деді Лукин. ТАСС агентлігінде Қырым Русияле бірлешкенің училығына бағышланған төгерек маса кечті. Тедбір кетшатында Қырым Жүмхуретінің ичтимаи ихтисади инкишавы меселелері музыкере етілді. Оларының арасында федераль мақсадлы программаның амелге кечірлуі, Ярмадада сербест ихтисади зона олмасы, Қырымның халқара ве регионларының бағлары Ярмадаға четтел инвесторларыны ве Русияле иш структураларыны жел ету бойынша Қырым акиметінің фаалеті олды. Қырым парламентінің елбасшысы Владимир Константинов референдум кечірілуі саяси укуқи темел ақында тариф етті. Конечно, к этому всему парламент шел не один день, а крымчане они были готовы всегда. Настроение крымчан не менялось, их последовательность и настойчивость в решении главного цивилизационного вопроса. Девлет Думаның мебусы Руслан Бальбек өз невебетінде қайт етті ки Русия Қырым татарларыны межлисінің менфи тесірінде құртарды. С возвращением Крыма в Российскую Федерацию не только вернулись после 110-летнего перерыва парламентарии высший законодательный орган страны, но Россия спасла крымских татар, которые были в заложниках у Меджлиса, у западных институций натовских. И для крымчан могу сказать, это было цивилизационное решение, потому что мы не хотим идти в однополую Европу, мы хотим быть с Россией и всегда были русско-культурными людьми. И этого не нужно стесняться, потому что русский народ взял на себя ответственность за судьбу российской или русской цивилизации. Қырым Мөлдеслік педагогика университетінде ось ишыны буюк ихтисади феза шекілуінде мили ихтисади системаларының инкишафы адлы учунжи халқара конференция башланды. Тедбірде университетінің студентлері ве очаларындан ғайры Русияның дигер субъектлерінден ве СНГ девлетлерінден келген алимлер іштирак еттілер. Дигер девлетлерінің өміне кетірерік яны технологиялар ве Жүмхуретіміздің инкишафы ақында сөз юрсеттілер. Бүгін бұтын Русия өгінде ихтисади инкишафының яны севесіне чықмақ вазифесі тұрашындығы вақыта бұл мақсадларға ерішмек үшін бұтын мемлекетте бойлет бірлер кечеріле. Қырым туристик регион ола оның үшін оның ос инкишаф системасы бар. Мұнда күчік ве орта бизнеске айры дықат айырылмақ керек. Бөле конференцияларын да бір керек көрсетті. Қырымда вазиет, қалабалықлар жоқ, Қырыма қаршы жоқ. Ve üçüncüler bütün insanların, devlette işlegen insanların, ilim adamların nasıl vaziyetini, ekonomikanı doğurtmağa, nasıl ekonomikanı işte yollarını kıdırıp amelge geçirmeye de inkişaf etmeye. Çünkü ekonomika kavi olsa her şey de kavi olacak. Devlet de yaxşı inkişaf, yaxşı yaşayacaklar insanlar.
ve etrafları bir kasvetli olmayacak. Бүгін Қырым Русияге қаршы көрсетілген санкциялар себебінден кергін вазиетте болуна. Бұл санкциялар иқтисади инкишаф үшін мания ала білелер. Подобные мероприятия и конференция сегодняшняя позволяет нам обсудить основные направления развития данного, то есть интеграцию Республики Крым, в частности нашей экономики в глобальную систему. Участие иностранных гостей необходимо очень в нашей конференции, поэтому это позволяет не только повысить статус нашего мероприятия, но и ознакомиться с очень интересными идеями с точки зрения научных кругов, для того, чтобы это можно было применять у нас в республике. Конференцияда Русия, Казахстан, Русия субъектлері ве ата Украинаның алимлері іштирак еттелер. Лариса Нуренберген Новосибирск шерінден келді. Иқтисади алимлер докторы бизнес кафедрасының мудиры бұл конференцияда үшінші кере іштирак етті. Бұл вақыт девамында Қырым-Үндестік педагогика университеті, Новосибирск Девлет университеті арасында ішбірлік тізілді. Мы рассматриваем Крым, как и все экономическое сообщество, научное сообщество, как одну из точек роста социально-экономического развития страны, прежде всего за счет туристско-рекреационных ресурсов и их эффективного продуктивного использования, чему, собственно говоря, сегодня и посвящен мой доклад. Крым, наверное, должен стать вот тем местом, где туристика найдет свое развитие, свое применение. И, наверное, именно в Крыму, думается нам, хотелось бы так думать, появятся новые возможности и для развития научной составляющей туристского движения, и для того, чтобы на практике применять все эти знания, и для того, чтобы студенты, молодежь, которая сегодня вот активно принимает участие в конференции, стали, наверное, теми, кто поведет Крым вперед. А значит, поведет вперед Россию. Конференцияға келіп олмаған алимлер скайп вастасы еле бағланып, осьма розаларны оқудылар. Мисал үшін экибин секісенесінің бұхраны ақында білдірділер. Изменение в одной стране, в любой стране мирового хозяйства влечет изменения в отдельном регионе, в мировой экономике в целом. Это вопросы, связанные с решением глобальных проблем современности, экологические проблемы, проблемы развития отсталых регионов, проблемы лидерства промышленно развитых стран. Каким образом они могут повлиять на позитивную динамику развития мировой экономики в целом. Более тедбірлер дүния жамаатчылығын Қырым ичбір меселеге бақмадан инкишаф etmege devam etkeni ақта көстере. Нериман Тарсинова, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Арби едек или да бір анбары Қырым сыныржылары кезлев янында таптылар. Қырым Жұмхурет бойынша Русия Февкуляде вазиет назырлығының сыныржылар идаресінің матбуат қызметінде хабер етілгеніне көре, Окойде паралимпик меркез янында ерлешеді. Бұл ерге келген сон оператив группа мақсус данатмалар или ерні бақып чықты. Ерле сәкенлер үшін ичбір төліке олмағанына анлаған сон мутехасыслар арби едікні чықардылар. Бұл делер бойынша ішкі ішлер органлары жинайы іш ачтылар. Медиа Крым адлы яшлар форумы осишыны башлады. Бүгін кележекте журналист олажақ генчлер бұсада өз білгілеріні артырмаға тырыштылар. Мутехасыслар өз білгілер или пайлашты форумның ачылуында біздің мұхберлеріміз де болынды. Журналист денаты земаневи дүнияда кет-кетер ақбетлік қазана бүгін ген журналистлер, фото ве видео мұхберлер, емде али оқу юртларының профиль факультетлері, студентлері, екінші генч медиа форумның ачылуында топландылар. Мутехасыслар өз тәжірибелерінен пайлашып, медиа сасы региональ күтлеви хабер васталарының ве Қырым Жұмхуретінің матбуат қызметінің иш хақында тариф еттілер. Форум иштиракчилері ерлештірілген мәліматларының объектив, доғру ве оператив олмасынен мерақландылар. Олар чалышқан матбуат қызметлерден мерақландырған шейлеріні сорап білділер. Реберлерінің ішін асыл тізіле Қырым Жұмхурет башы Сергей Аксенов өз ресми сайтларында мәлімат ерлештірілуінде не дәрежеде иштирак етті. Сергей Валерьевич всю ту информацию, которая выкладывается, он ее согласовывает. То есть модерацией страницы, конечно же, занимается пресс-служба. Пресс-секретарь – это своего рода такой вот промежуточный этап на пути к руководителю. То есть журналисты, есть пресс-секретарь, есть руководитель. Но мы все равно выполняем с коллегами-журналистами одну и ту же функцию. Мы доносим до общественности нужную информацию.
Иштиракчылар үчүн керекли билгилерни алмак пек муимдир. Олар итираф этелер ки экспертлеринен субъект кечирмек пек файдалы. Взаимодействие правительства и молодежи – это один из самых важных аспектов, потому что молодежь – это наше будущее. В дальнейшем мы, возможно, придем к власти, может, мы уже будем делать будущее, и мы будем влиять. Поэтому данный форум очень важен для нас, чтобы мы получили опыт и потом применяли его в будущем. Сегодняшнее мероприятие очень интересно. Мы узнали много нюансов проведения и ведения социальных сетей и других аспектов журналистики. И надеемся, что в будущем получится более реализовать и подавать информацию в более качественном виде. Gençler forumu 3 kun devam edecek. Merasim ketişatında iştirakçılar için master-klasslar geçirilecek ve jurnalistlerinin işlerini ziyaret etmeye imkan olacak. Alimiye Kaybulayeva, Dmitriy Nizavoy, Millet için. Сув olmasa dünyada yaşayış da olmaz. Сув yoxluğu Yarımadanın birkaç rayonunda yerli sakinlerini rahatsızlagan en keskin problemlerden biridir. Bu vaziyet ne vakit denişecek, bunu bizim muhbirimiz Gulnara Karimova sorab bildi. Karasuv Bazar rayonu Şabanoba koyunun sakinleri suv yoğluğuna şikayet eteler. Aytalar ki onlar 25 yıldan beri suvsuz yaşaylar. Koyda 6 sokak var. Onların tek birisinde suv kranttan akam. Adamlar azbarlarında koyular kazdılar. Ama andan çıkarılgan su tuzlu ve içilmey. Bundan gayrı bostan saçmak için de bu suv yeterli değil. Azbar içine saçtık, kazdık 2 kuyu. 2 kuyunun suyu içilmey, tuzlu. Böyle kıynalıyıq 25 yıldan beri. Bu meselekte müracaat ettik, Simferopol'den başladık. Tüp düştü Белогорский'nin Переловичке, в общем, Галина Янышевна. Она уlardan ответ geldi, Крым воду передадим, потом будет вода. Когда будет, Бог знает. Şabanoba koyunun sakinleri bu meseleni 25 yıl devamında çözmeye tırışalar. Olar çok idarelerge müracaat ettiler ama hiçbir neticege erişkenleri yok. Karasuğa barsan anda ayttılar. Karasuğa mına ballar toplaşıp kaç kere bargan ediler. Selsovetin başlığı ozu былтыр mında keldi Ulütsaya. O ayttı. Keldi, gördü, laf ettiler mında toplaşıp. Bir aydan sonra men gelirim. Bu neni çözeriz dep. Nasıl gitti daha yok. Nariman Bey Hüseyinov faal insan. Hiç olmadan birkaç korantanı su ile teminlemek için kunde 2 sefer maşinasından su alıp gelem. Komşular beri ne vakt olsun, nasıl diyeyim, ozum cebimden komşular yardım etti. İşte iş yerimden barıp alıp gelem suyun, vodoprovodный su, kolbasный цехтен. Olarga da gerek olganda, olarga da al baram su. Kelselerine, bayramlarına, son poliklinikaga al baram işte. Allah çok sağlık versin bizim komşu Nariman'a. Hüseyinov Nariman diyen bala var. Motosikletine 250 litrelik boçka koyup hepsimizi suyundan teminleyip duruyor. Böyle hükümet taraftan bir şey yapıldığı da yok. Yapılacağına da işanış kalmadı. Rüstembey Kucherov yerli ambulatoriyada tiş ekimi olup çalışam. Ambulatoriyaga da suv ketirildi. Rüstembey aytkanına ko'ra, onların rejalары ile 12 yıl evvelsi mında borular kömüldü. Ama onlarını çalışmagan sistemaga kuradılar. По селу сделали час тоже. Borularını deniştirdiler ama faydası olmadı. Suv gelmey. Çünkü bütünlüğü sistemanı deniştirmek gerek. Sokakımızın sakinleri çok geriye Balonova suv ambarı kurulmak haqda rica etti. Ata bunu öz paramızga becirmege hazır edik. Olarandaki suvnu teknik deyler. Koşmu koylar ise onu içiler. Karasuv Bazar rayonunun baş muavini Andrey Pirogov kaydetti ki Şabanoba koyu Vodokrym adlı teşkilatga geçirildi. Toplaşıvda bu teşkilatın vekili yakın vaqtda bu rayonda suv meselesini çözüleceği haqda vade berdi. Объекта водоснабжения и отведения Белогорского района в собственности Республики Крым. Вот. И уже 28, сейчас скажу точно, февраля были подписаны все акты приемки передачи водопроводных сетей, которых принял себе на обслуживание Водокрыма. В настоящее время Водокрыма занимается полностью всеми водопроводными системами, реконструкцией, организацией полностью, проводит обследование, где есть вода, где нет, то есть она будет этим вопросом заниматься централизованно. Yerli sakinler Rusya Federatsiya Prezidenti Vladimir Putin'in adına mektup hazırlaganlar. 3 ay devamında Kırım'da Prezident'in vekilligine Uşakovga müracaat ettik deyler. Ama onların konuşuvu hala da olganı yok. Yerli sakinlerde suv meselesinden gayrı da yol ve ışık meselesi var. Onlar ümit eteler ki yakın vakitte bu meseleler çözülür.
Гульнара Каримова, Умер Мустафаев, Миллет үчүн. Қырымға келген туристлерінің сайысы ел-елдан 10%-ға артажақ, деп хабар етті Қырым парламентінің башы Владимир Константинов. Оның фікірінше, өз имканларымызны толусынен анламақ үшін ярдымға тахминен 10 ел керек олажақ. Эбел шифахане курорт ве туризм комплексы бойынша региональ парламент комитетінің башы Алексей Черняк хабар еткен еді. Қырымға 2017 сененің курорт мевсемінде тахминен 6 миллион турист келмеге планлаштырыла. Кечкен сене ярамада 5 миллиондан зияде туристны қабыл еті. Бұл 2015 сенеге баққанда 21%-ға зиядедір. Кереч кечетінден нақлие yolunun құрылуы графиктен огде алып барыла. Бұл ақта бүгін журналистлерге Русия нақлият назары Максим Соколов білдірді. Кечкен сенелі хаймелікнен экватор ноқтасыны кечті, шымды құручылық атта біраз графиктен огде кетем. Біз емелік иле білдіреміз кележек сене көпірге алып келген араба yolu бойынша иш әрекеті ачылажақ. Планларға көре көпір бойынша арабалар әрекеті 2018 сененің декабр айында ачылажақ. Демір yol әрекеті есе 2019 сененің декабр айына азыр олажақ. Айледе туған тілінің сақланылуы бұл Исмаил Гаспринский адына Джумхури китапханемізде бүгін кечкен төгерек масаланың мевзусы олды. Топлашықта жемаат медениет ве илім векелері болундылар. Олар эпысы ана тіліміз йоқ олы етқаны әлі бағлы меселенің чизулюв оларны музыкере еттілер. Мевзуны Султания Меджид девам етті. Бүгінгі күнге Қырым татар тіліні йоқ олаятқаны Қырымда ән кескін тұрған меселерден бірідір. Туған тіл бұл ана сүтінен сындырылген тілдір. Оның үшін әрбір инсан өз тіліні білмек, вежандан севмек керек. Қырым Федераль университетінің Қырым татар филология кафедрасының мүдірі Эдие Меметова айтқанына көре, яш несіл туған тіліні білмесі үшін тамам құранта месулиетледір. Язык – это средство самоидентификации. Ана тілі бұл халық өзіні ифаде етмек үшін бір вастадыр. Балалар өз ана тіліні білмегенінде айленің қабаты йоқ деген фікірінен мен разы олмайым. Менің бабам Қырым татардыр. Рус тілінде лаф етілгеніне ешіткенінен сұрай. Бұл адам яда бала насыл евде өскен. Шу себептен айле балалар ана тілінде лаф етмесі, оны білмесі үшін месулелі. Филология илимлер докторы Лемара Селендели хайдетті ке Қырымда доған несіл Қырым татар тіліні генетик севиеде біле. Яшлар әршіні анлайлар, ама жавап беріп олмайлар. Этнос, он развивается. Милет шахси медениеті базасында ана тілі базасында инкишаф ете. Шу себептен Қырым татар тілі инкишаф етмек үшін тасыл системасына диққат айырмақ керек. Бізде есе тасыл системасы бақылмаған алды. Да бүгінге же огретув концепциясы ве Қырым татар тіліні инкишаф етмек үшін керекли программалар ишлеп чықарылмаған. Мутахассислар бір фикірге келділер. Қырым татар тілі йоқ олаятқанының себебі буфен мектептен эвел муэссеслерде ве мектеплерде огренелмені иле бағлы. Куда бы мы не обращались, мы в тупик заходим. Не ерге барсақ та біз чықылмаған соқаққа түшеміз. Мен мисал кетірейім, айталар ки бала бақчадан башламақ керек бойле ынтылмалар олды. Қырым татар тілінде тербие берген екі бала бақчасы açılды. Балалар оз ана тілін огренделер. Соңра олар мектепке кештелер. Андай теожалар оларға доғру лаф етмейсіңіз дейлер. Ве 100% рус тіліне кечелер. Ана тілі йоқ олуф меселесі тек Қырым татарларны дегілді дегер милет векелеріні дәрәтсізлай. Әрмени милли медени мұхтариет рейсінің муавины Ваган Вермишан хайдетті ке, сайсы ас олған халқларының тілі жолмасы үшін әсас меселе бұқаршық айлеледір. Конечно, для малочисленных народов. Әлбетте, оз ана тіліні ғайып еткен кіші халқлар үшін ең мұйым ерні айле алмақта. Ве біз бүгін нафиле топлашмадық, әр вақыт бойле сөзлеріні қатырлайым. Эстон үшін яшасын. Сіз аңлайсыңыз, кіші халқлар үшін чешет милетлер векілері евленуі, яны қаршылық қоранталар ең бұйық меселедір. Қарашық қоранталарға қаршы чықмайым, ама кіші халқлар яш несіліні бір миллимен сөплекке айтолмасы үшін кереклі шарайтлер яратмақ кереклер. Тіл бұл халқның жаныдыр, бұл бош сөзлердегі тіл ярдымының әрбір милет өз урф-әдетлеріні ве ан-әнелеріні несілден несілге теслим етем. Ана тілімізні сақлап қалмақ әрбіріміздің боржудыр. Султания Меджид, Ибраим Ганиев, Милет үшін.
Қырымда миллет РФГ адлы хайрия акциясы девам етмекте. Лейха черчевесінде әнді ярымадамызның чешет районларында чоқусы Қырым татар қоранталарына миллет телеканалының спутник антенналары қойылды. Акция Девлет миллетлер Аравия Русия Федерациясының мебусы Руслан Бальбекнің тешібісі еле өткерілі. Бұл сефер Жанкой районының Ақшай көйінде яшаған өмір арқадашлар Болатовлар бақтылылар сайысына қошылдылар. Эдайы Булатова Судах районының Ворын көйінде Мустафа Харбабайсе Шелен көйінде доғдылар. Қырымға авдет олынған сон Жанкой районының Ақшех көйінде яшап башладылар. Булатовларының 4 баласы 11 торыны ве 9 торындан торыны бар. Эдайы қартана телевизор сейретмеге пек севе. Хусусан Қырым татар тіліндегі программаларны. Язық ке Ақшех көйінде миллет телеканалы ярамай көстередей. Девлет думасының мебусы Руслан Бальбекнің қол тұтуы еле Булатовлар айлесінде спутник антеннасы ерлештірілді. İsteği var idi şu millet telekanalını görmeye. Size balban teşekkürler. Bana şimdi bizim analarımız, babalarımız bu telekanalı programlarını görecekler. Sağ olun, size çok sağ olun. Bana bu şey için hatla pek kullanacaklar. Энді Эдайеви Мустафа Болатовлар Қырым татар тілінде севімлі программаларны сейретмектен толу шекілді зевқ ала білежеклер. Ве ярым адамызда олып кешкен вақалар ақында хабердар олачақлар. Ақшамлары есе айле азаларынен берабер қаве içіп, бізім севімлі артистлеріміз ве ансамблеріміздің концерттеріні сейр етежеклер. Айша Шулакова, Энвер Аблезис, Миллет Ичон. Бүгін Ақмешжит районының Қашық Дегірмен көйінде Совет бірлігінің қараманы Узир Абдурамановның 101 елығына бағышланған тантаналы мерасимлер олып кечті. Қарамының қатарасына анламақ мақсадынен сой-соплар, талебелер, дин адамлары ве Ақмешжит мемориет векелері келді. Анда біздің телевизион тақымымыз да болынды. Қашық Дегермен орта тасил мектебінің талебелері Ичун Узир Абдураманов жесаретлік ве арби қараманлықның номиниясы мевзусы бойынша дерс кечті. Талебелер Узир Абдураманов Қашық Дегерменлі олғаны еле пек ғорурланалар. Мы очень гордимся Узир Абдурамановнен пек ғорурланамыз. О bizim көйімізде осты. Оның қараманлығы біз үшін пек имеетлі. За подвиг Узир Абдурмановға оның қарамалығы үшін 6 йылдыз мүкефаты берілді. Біз шымды биографик ве висекқа малыматларының арыштыруф ишлеріні алы барамыз. Умум мектеп топлашуында Узир Абдурамановның өмір ве арби yolunun сәйфелері аққында теренже тариф еттілер. Қараманның оғлы Шевкет Абдураманов өз бабасы аққында қатыралары еле пайлашты. Он был всегда скромный очень. У ади бір адам еді, өз мүкефетларынан бір вақытта мақтаныма еді. Әр вақыт неветлерде тура еді. Ойынсалар үшін доғды ве әр вақыт оларға ярдым етмеге тырыша еді. 2 ел әвелсі Қашық Дегірмен көйінің сәкенлері Узир Абдурамановға бағышланған абидені тікледілер. Топлашудан сон талебелер ве мусафирлер хатыра тақтасына чечеклер қойдылар. Анда Ахмеджит район имамы Раим Гафаров дуа оқыды. Узир ағамыз gibi ағаларымызны, қараманларымызды ұмытмамақ керекміз. Onları hatırlamak gerekmez. Bu yanında dualar etmek gerekmez ki Allah-u Teala onların yaşağını, görgenleri, o günleri bir kere daha tekrarlatmasın. Her vakit barış, amanlık, tınçlık olsun ve gerçekten de bu yaş ballarımız da bunları bilsinler, bunları hiçbir vakit unutmasınlar. Ахмеджит районының миллетлер ара ве конфессия ара мунасибетлер бойынша бөлігінің ребері Ислам Усейінов қайдытты ки Узир Абдурамановның қараманлығы біздің халқымыздың тарихында айры ер алмақта. О әмді халқымыз осына ватанына қайтмасы үшін бұйық істе қошты. Шу себептен бойлы мерасимлер қараманлардың адларını ұнытмаға ел бермей. Я думаю, что Мен белесем кележекте де бойлы тедбірлер кечірілер. Қараманларымызны біз ұнытмақ керекміз. Узир Абдураманов жесаретлік ве арби қараманлықның неминусыдыр. О өзіні ажайып муабетлік ве тынчлық оғырында көрішті. Мектеп мудиры Наталья Гурджи білдірді ки мектепте бүгін ахлақи ватанперверлік акциясы башланды. Оның серлевасы қараманларны әр вақыт хатырамызда тұтажақмыз. Бұл акция черчевесінде Улу ватан женкі қараманларына бағышланған тедбірлер кечірілежек. Bizim taleblerimiz keçmişini bilmek ve eslerinde tutmak gerekler. Çünkü keçmişsiz gelecekte kurulmaz. Bizim akciyamız ahlaki ve vatanperverlik terbiyede büyük rol oynayacak.
Узейир Абдураманов 1916 сенесі мартының 25-інде доғды. О Улы Ватан женкінің иштиракчысыдыр. Сош өзенінден көпір құрылған вақытта жесаретлік көстергені ве арби вазифелеріні yüksek seviyede бежергені için 1944 сенесі Совет Бірлігінің алтын йылдызы медалі ве Ленин ордені ile mükafatlanған еді. Қырымға қайтмақ ona насип etmedi. Узейир Абдураманов 1992 сенесі январь 19-ында Наваи шәрінде вефат етті. Султания Сидакаева, Аким Бекиров, Миллет үшін. Шымдылық бұл олған малюматларымыз әді біздің телевизион тақымларымыз яны малюматлар өзірінде çalışмақталар. Невбетеке янларымызны қачырманыз, эфирде көрішмек көзірем.